Саламатсыздарма, 3-нче сынып оқушылары. Мен Арыкова Гүлзипа Эсеновна Ақтау қаласының Нұртас Оңдасынов атындағы нөмірі 5-нче жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін сендерге жаратылыстану пәнінен кезекті онлайн сабағын жүргізгелі отырмын. Ендеше бәріміз бірге сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы табиғат физикасы тарауынан магниттік қасиеттер. Сабағымыздың мақсаты: бірінші, магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеу. Екінші, металдардың қасиетін ажыратып, салыстыру, қорытынды жасау. Тілдік мақсаттар: солтүстік, оңтүстік полюстер, темір, магнит, тарту, тебу. Сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге магнетизм туралы бейнеролик ұсынғым келіп отыр. Сол бейнероликті мұқият тыңдап, көріп алыңыздар. Магнетизм. Магнит – бұл магнит өрісін шығаратын нәрсе немесе құрылғы. Магнит никельден, темірден және кобальттан жасалған заттарды тартады. Магниттің екі полюсы бар: солтүстік полюс және оңтүстік полюс. Шабуыл! Екі магниттің қарсы полюстері әрқашан бір-бірін тартады. Тебеді. Екі магниттің бірдей полюстері әрдайым бір-бірін тебеді.
жер магнитінің солтүстік полюсі географиялық оңтүстікте орналасқан. Еркін ілінген магнит әрқашан солтүстік-оңтүстік бағытын көрсетеді. Оның себебі қарсы полюстер бір-бірін тартады. Оқушылар, бұл бейнеролик ұнады ма? Ендеше бейнероликтен не ұқтыңдар, не түсіндіңдер? Жарайсыңдар балалар. Бейнероликтен көргеніңіздей магниттің қасиеттеріне тоқталайық. Олай болса, жаңа сабағымызды бірге бастайық. Оқулығымызды ашамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Магнит туралы не білеміз? Суреттерге қарап, магнит туралы не білетініңді айтып бер. Магниттің солтүстік және оңтүстік полюстері болады. Оңтүстік полюсті N әрпімен белгілеп, көк түспен бояйды. Оңтүстік полюсті S әрпімен белгілеп, қызыл түспен бояйды. Полюсы бірдей магниттерді бір-біріне жақындатса тебіледі, ал полюстері әртүрлі магниттер бір-біріне тартылады. Дескриптор металдарды магниттеуге үйренеді. Магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиеттерін зерттейді. Магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеуге мысалдар келтіреді. Екінші тапсырма. Сен білесің бе? Біздің ғаламшарымыздың қойнауында темір мол. Сондықтан ғаламшардың магниттік қасиеті күшті. Тіпті жерде өте үлкен магнит деуге болады. Адамдар көкжиек тұстарын анықтау үшін компасты қолданғанда, ол жер магнитінің солтүстік және оңтүстік полюстерін көрсетеді. Оқушылар, келесі тамашалайтындарың тәжірибелік алаң зерттеу әдісі. Қарапайым тәжірибе жасай отырып, заттарды магниттеп көреміз. Сәлем, достар. Эфирде балапанның тәжірибе алаңы. Енді осы тәжірибе алаңының жүргізушілерімен таныс болайық. Менің есімім Айжан Мұхтарқызы. Ал мен Аружан. Өздерің көргендей, бүгінгі біздің тақырыбымыз барлық металдар магнитке тартыла ма? Және де олар магниттік қасиетке ие болу үшін не істеу
бастайық. Одан басқа не бар бізде? Кәне көрелік. Мынау жапсақ, мүмкін басқаларды жапса шығады. Басқа тиындар жабыспайды екен, қызық. Мына күміс білезікті көріп. Жабыспайды. Мүмкін сырғанап көретін шығар. Мүлдем тартылмайды, е? Жақсы. Оймақ, бұл да күмістен жасалған шығар. Жоқ. Кәне мен мынаны көрейінші. Тартылады. Иә. Ой, екеуміз былай тартып алсақ болады екен, е? Бағана көргенімде осы заттың мына жері жабысып, мына ілгіші, ал мына жері жабыспайды екен. Менің ойымша, бұл заттың құрамында қоспа бар. Өздері көріп түсіндер, иә? Түрлі түсті демек, мына ішінде әртүрлі металдардың қоспасы бар екен. Мына жағы тартылады, мына жағы тартылмайды. Міне, мынау да жабысты. Ал енді мынаны көрейікші. Алыстан істеп көрейік. Жабысты. Аружан қара. Охо, қараңыз, қанша бір реттен көптеген шегелер мен қағаз қыстырғыштар. Бұны ажыратудың өзі қиын ғой. Қараш. Иә. Ал балалар, бұл тәжірибеден сендер кейбір заттардың магниттік қасиеттері болатынын, кейбірінің магниттік қасиеттері болмайтынын көрдіңдер. Барлық металдар тартылмайды екен. Мысалы, күміс, әртүрлі металдардың қоспасы болса, жабыспайды, немесе магниттелмейді. Сонымен, бүгінгі сабағымызда магниттің тартылысын, тебілісін үйрендіңдер. Және магниттің қасиетін түсіндіңдер. Қай жерде қолданылатынын білдіңдер. Есте сақта, құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі. Оқушылар, бүгінгі сабақтан көптеген мағлұматтар алдыңдар деп ойлаймын. Қандай тапсырмалар сендер үшін қиын болды, ал қандай тапсырмалар оңай болды. Сабақ соңында сабақты қаншалықты түсінгендеріңді бас бармақ тәсіл арқылы көрсетіңдер. Үйге тапсырма. 74-75 беттерді оқу және зертте, ойлан тапсырмаларын орындау. Назарларыңызға рахмет.